Adam құтты болсын, оң болсын, отағасының атын көп болған болсын. Осындай тек тойда сыртында құдалығымыз арта берсін сол үшін. Жақсы, құрметті құдалар, Әлім ауылы, Бәли ауылына қош келдіңіздер. Енді осы екі бала ғой біздерді осы тойханада енді кездесіп құдалық болғаны балдар бақытты болсын. Енді біздер 7 туыласпыз әкеден. Содан енді мынау осы үлкен ағам Шекешбайдың мынау енді баласының тойы. Бұл балдар жаңа жеңгем ағам осы үлкен үйде, әкеміздің орны осы жетеуміз өскен осы шаңырақта тұрып жатыр. Біз енді сол үйге енді әкеміздің үйі ғой деп, шаңырақ ғой деп келеміз. Осы той болған уақытта да, осы құдалықтың кезінде де, осы неше бір күннен бері осы ауылда енді қолымыздан келген көмегімізді тигізіп келіп жатырмыз. Үйлеріміз бөлек, әркімнің өзінің отбасы бар, әркімнің өзінің шаңырағы бар. Сонда да енді осындай кезде тумалас бір-бірімізді ағамыздың жоқтығын жоқтатпай, енді осы шаңыраққа қолымыздан келгенше, әдірменіміз жеткенше көмектесіп жатырмыз. Енді біздің енді тілегіміз осы әкеміздің, шешеміздің шаңырағын жақсылап, ұстап, тазалап, шаңырақ біз келгенде жарқырап тұрса, біздің содан басқа тілегіміз жоқ. Альбина енді жас қой енді келіп жатырған, бірақ енді қазір жастар деген пысық болады, жан-жақтарына қарайды, жан-жағына, қасында құрдас достарына қарайды дегендей. Сол айтқан енді Альбинаға айтарымыз, осы шаңырақта енді енеңнен кейінгі өзің, енді басқа түсетін келін жоқ, Бүркер Нұрбек, Еркін Асыра кішкентай осы шаңырақты ұстап, біз келгенде күліп жарқырап, үйіміз жарқырап тұрса, бізге сол жетіп жатыр. Бізге басқа артық заттан